Сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер сол жауаптарды дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 36-шы тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Бейнелеу өнерінің табиғатты бейнелеген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттар да бейнеленуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Бейнелеу өнерінің тағы қандай жанрлық түрлерін білесің? Бейнелеу өнерінің натюрморт, портрет, пейзаж түрлерін білемін. Саған бейнелеу өнерінің қай жанры ұнайды? Маған бейнелеу өнерінің портрет жанры ұнайды. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлемді көшіріп жаз. Сонан соң тұрлаусыз мүшені алып тастап жаз. Екі сөйлемді салыстыр. Мәтіндегі қарамен бейнеленген сөйлем пейзаж маған өте ұнайды және пейзаж маған ұнайды. Екі сөйлемді салыстыратын болсақ, бірінші сөйлемде пейзаж маған өте ұнайды, қатты ұнайды деген сөйлем болып тұр. Екінші сөйлемде пейзаж маған ұнайды, жай ғана ұнайды деген сөйлем болып тұр. Жай сөйлем жайылма сөйлем болып екіге бөлінеді. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейді. Жазира биледі. Тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлемді жайылма сөйлем дейді. Жазира әдемі биледі. 37-ші тапсырма. Жолаушадағы әрбір сөздің қай суретке тиісті екенін тап. Табиғат бейнеленген суретіміз пейзаж, адамның суреті бейнеленген портрет және ыдыстың үстелдің үстіндегі шәйнек пен кесе және алманың суреті бар. Сурет ол бізде натюрморт деп аталады. 38-ші тапсырма. Жұмбақты оқып, жатқа жаз. Түнде күндіз болды, жерге жұлдыз қонды. Осы жұмбақты кітаптың бетін жауып тұрып, жаттап алып, дәптерімізге жазамыз. Жай сөйлем түрлерін ажырат. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Жай сөйлем бұл жерде түнде күндіз болды, жерге қонды. 39-ші тапсырма. Сызбаны толықтыр. Жай сөйлем, жалаң сөйлем, бастауыш, баяндауыш, жайылма сөйлем, тұрлаулы мүше, тұрлаусыз мүше. Осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге тапсырма бәрі түсінікті болған болса, каналымызға тіркеліп, видеоға лайк басып кетсеңдер, қуанып қалатын едім. Түсінбеген тапсырмаларың туралы комментарияға жазып кетсеңдер, міндетті түрде жауап беретін боламын.